Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі тез дайындалатын ерекше рецепті қант және күнжіт қосылған қара бауырсақ пісіріп бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, тіркеліп қоңыраушаны басып қолдай кетіңіздер. Ұнымызға 1 қасық құрғақ ашытқыш және де 1 қасық қамыр қопсытқыш салып, сосын 2 жұмыртқамызды езіп, қамырымыздың үстіне сұйық май құйып, сосын тұз салып, одан кейін жылы суымызды құйып, қамырымызды лопатканың көмегімен кішкене араластырып, сосын барып қолдың көмегімен біріктіріп илей бастаймыз. Сосын 15 минутқа қамырымызды пакетпен жауып тындырып қоятын боламыз. Достар, мінекей күшті қара бауырсағымыз дайын болды. Керемет шықты. Достар, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Видео ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп пікір қалдырып қолдай кетіңіздер. Әлі алда талай сіздермен көптеген жаңалықтармен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.